Саламатсыздар ма? Теңер ағайымыздың туған күні құтты болсын. Өмір жашыңызға төсек, отбасыңа амандық, деніңе саулық тілейміз. Мынау енді зейнетіңнен көріп, Райхан екеуің немере шөбере рахатына бөленіп жүре беріңдер. Қуанышты күндері көп болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Саламатсыздар ма, Қыдырай Бейбіттердің ұжымы. Бүгін той құтты болсын, барлықтарыңызға жұмысты болсын. Ал Теңел ағай, зейнет жасыңыз құтты болсын. Бейнетіңіздің зейнетін көрер шаққа жеттіңіз. Алла қаласа, алдағы өміріңіз тек қана бала шағаның тәрбиесімен, біздің әпкеміз екеуіміз бір жастықта қартайып, сол балалардың тек жақсылығын, рахатын көруді Алла нәсіп етсін. Отбасыңызда қуанышты күндер көп болсын. Алла қаласа жақсы келін түсіріп, сол қуанышыңызды коллективті ұмытып кетпей, бізді де шақырып, сол жерде жүрейік бәріміз қуанышыңызды бөлісіп. Деніңіз сау болсын, ешқашан ауырмаңыз. Ең басты денсаулық қой, сол бар жақсылықты тілеймін. Құрметті әріптестер, бүгін біздің ұжымда той. Теңел ағайымыз бала тәрбиесінде осы неше жылдан бері еңбек етіп келе жатыр. Зейнеткерлік жасқа жетіп отыр. Құдай қаласа бәріміз осы зейнеткерлік жасқа жетіп, аман-есен бейнетіміздің зейнетін көрейік. Бала тәрбиелеп, шаршамай, бұл кісі аяғына ауырғанда қарамай қызмет етті. Рахмет осындай жезделерге. Әйтпесе басқа бір болса істемей қояды. Барлықтарыңыз отбасында бақытты болыңыздар. Тапқан табыстарыңыз тойға жақсылыққа жарасын. Ал, Теңел ағай, бүгінгі біріншіден туған күніңіз құтты болсын. Одан кейін екінші зейнеткерлік жасқа шығасыз. Ұлыңыз да құтты болсын. Әкеміз екеуміз бақытты болыңыздар. Осы уақытта ұлыңыздарыңыз немере болыңыздар, Құдай қаласа, бейбіт сол тойда жолайық. Міне осы еңбектің зейнетін көріңіз, Құдай қаласа. Құрметті тойшыл қауым, бүгінгі ағайымыздың зейнет жасы, пайғамбар жасы құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін. Қасымыздағы атаймен ақ жаулықты апа, сары тысты ата болып, немере шөберелеріміздің қызығын көріп, Құдай қаласа сол тойларда ортақтасып, ақ баталы қария болып, абыз ата болып жүре беріңіз. Жасыңызға тағдырдан жас қосылсын, екеуіңіз бір жастықта қартайып, бізге берер баталарыңыз, даңқты жолдарыңыз көбейе берсін. Рахмет сіздерге. Ал құрметті Әл-Фараби мектебінің ұжымы, құрметті Тәкеңнің жақын ағалары, мына жерде әпкелері, қыздары отыр. Енді біз білеміз Тәкеңнің қандай құрметті азамат екендігін. Кеше ғана көрдік, аудан әкімінен бастап ауылдық округтың әкімдері келіп, Тәкеңе қошеметін айтып, өздерінің жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Тәке үздік ұстаз медалымен марапатталып жатыр. Кеше ғана мектеп есінде арнайы аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталып отырған жағдайлары бар. Марапаттарыңыз құтты болсын, Тәке. Оның бәрі бекерден-бекер беріліп жатқан жоқ. Оның барлығы сіздің ерен еңбегіңіздің арқасы. Міне Тәкеңнің о бастан жасап жатқан, кеше үлкен азаматтарды айтып жатыр ғой, қарапайым неден бастап осындай ең соңында бала тәрбиесіне, балаға білім беруге кеткен өмірінің өзі 20 жылға жуықтапты. Бір жыл екен 20 жыл болып қапты. Кеше ғана сияқты еді Тәке, міне. Кеше ғана сияқты еді, 20 жыл қалай зымырап өткенін өзімізде таңғалып отырмыз ғой. Амандық болсын отбасыңызда. Тәкеңнің қазіргі таңда тәрбиелеп, білім берген оқушылары мынау Қазақстанның түкпір-түкпірде еңбек жасап жатқанына да, еліміз үшін өздерінің үлесін қосып жатқанына да куә болып жүрміз. Тәке, талмаңыз, әлі мынау Құдай қаласа үлкен ақсақал болыңыз, еліміз үшін, ауылымыз үшін, мынау Түлкібас ауданы үшін әсіресе сіздің қосатын үлесіңіз өте көп.
қазірдің өзінде кәсіппен айналысып, сол сіздің кәсібіңіздегі кеше таза тұқымдарды айтып жатырық қой. Тұқымның өзі тазару керек екен. Қазіргі таңда бұзылған тұқымдар да бар екен. Соның ішінен таза тұқымдарды мынау Қазақстанға тарата беріңіз. Кеше анау нені де айтып кетті ғой, мына жақтан Қарабұлақтан ұрықтар келеді екен. Мына жақта сол саладағы жігіттер отырды кеше кішкене дастархан басында. Сол жерде айтып жатыр, Қарабұлақтан келіп жатыр. Мынау біздің ауылға бір шалдар келуші еді ғой. Көктемде несін алып келеді жаңағы, көшетін алып келеді. Оны егеміз мәз болып, ол өнім бермейтін көшеттер екен. Сөйтеді, күзде келіп бізге помидорды қосымша тағы сатады ғой. Сол сияқты сіздің тұқымдарыңызды мықты деп ел мақтап жатыр. Тұқымдарыңыз мықты бола берсін. Мынау сіздің өсіріп тәрбиелеген ұрпақтарыңызды да біз білеміз, қандай керемет семья. Қыздарыңыз алтындай қыздарыңыз тәрбиелеп шығардыңыз. Құдай қаласа енді өзіміздің баламыз бар, оқушымыз Бек деген. Қандай алтын жігіт. Сол Бегіміз үйленіп, үйіңізде үлкен той бола берсін. Құдай қаласа келін түсіріңіз, немере сүйіңіз. Сол балаларыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Оған қоса мына құрметті әріптестер, бүгін Қуаныш ағайларымыздың да туған күні. Енді бұл кісі кейінге жоспарлап отырған шығар. Құдай қаласа кейінгі күндері бүгін құттықтап жатырмыз. Кейін арнайы сіздерге арнаған дастархан бар. Енді тәке, біз сіздің мынау тамағыңыз үшін келіп отырған жоқпыз. Сіздің пейіліңіз үшін келіп отырып. Тәкең мына жерде үлкен қылып 1000 адамға той жасаса да жарасады. Бірақ құрметті әріптестер, білеміз ғой, өткеннің жағдайы бар, не бар, Алланың қалауымен бәрі. Сондықтан сіздерді жинап, кішігірім мына жерде жақын ағаларын шақырып, осындай той жасап жатыр. Рахмет тәке сізге. Енді мына ұжымның атынан біздің кішкене ғана сияпатымыз бар, құлынды бие. Бірақ қазір емес, 1-2 жылдан кейін оқылады. Соңымыз жақындап қалды. Сол құлынды биені мынау сізге тапсыруға рұқсат етіңіздер. Жақсылап қарасаңыз, құлынды бие. Рахмет. 2 жыл бақсаңыз қуат көп тұр ғой енді ағайымыз.